Ama Camry satıldı bak abi. Ha? Kaça gitti? 12? 12.000 dollarga satılıp. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин кадырман калайык журт. Аалам кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, туугандар амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Ордо Улуу шаарындагы Жапалак унаа базарынан жагымдуу ысык салам айтабыз. Туугандар, буюрса биз сиздерге бул чыгарылышта жалаң сиздер күткөн чыгарылыш десем дагы болот. Жалаң Toyota Camry унааларын көрсөтөбүз. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 75 чейин алдыбыздан чыгып калса, баарын көрсөтүшкө аракет кылабыз. Андыктан баарыңыздар колдоо иретинде бир лайк менен кирип келип, мүмкүн болушунча ушул чыгарылышыбызды бүт группалар менен бөлүшүп коңуздар. Бүгүн негизи числонун 13 август күнү 2023 жыл. Буюрса биз тартууну баштадык. Туугандар, мына жерде Camry кара түстөгү 70тен баштайлычы. Абиякта рестайлинг келтет 75. Şu 70'ti tartuğunu başta öreyle tartaylı ушундай куюлма дискалар менен экен 22.000 доллар сураптыр баасыны 2018 жылкы 25 байланыш номер 59 менен 53 77 73 деген ээсинин номери. Uka. Ben ne oldu Uka? Ага. Ha? Sen marak mı yerine giriyorsun? Повторитель поворотниктер бар. Салонда ключ. Кара түстө туугандар. Camry бул 70. Ички салон жагы эми салон жагы неге жакшы көрүнбөй калыптыр. Күнгө жакшы чагылышып көрүнбөй калыптыр. Эми биз бияка жылайда мына 75'ti көрсөтөлчү. Aka bunun bağısı kaçta taksır? 27. Bu 75. Restyling bolot ha? 75 tuğanlar. Көрүңүздарчы. Негизи машинага сөз жок. Азыр биз маалымат кагазын көрсөтөбүз. Бишкекский номерди 5000 деген 55 менен 55 55 69 деген эс номери. Мынага тугандар. Көрүңүздөр. 55 менен 55 55 69 25 объем. Таксыр. Жылы канча эле? 2020. Болду азыр ака. Бир шер айландырып көрсөтөлү. 2020. Рестайлинг ушундай болот туугандар, мына. Көрүңүздөр, сурап атасыздар. Өзү жет. Токтосун, мен сиздерге бир шер ишин дагы көрсөтөбүз. Жакшы, машинага сөз жок. Жүрүштү деле тиха. Азыр пробеги кандай болду сиздерге көрсөтөбүз. Бишкекский номер да. Таксыр сатылдыбы машина? Айта бериң. Эми базарга түштүк да, көптөн бери түшпөй. Ben de машинага рекламасы. Азыр. Мына ушуну көрсөтөлүчү, а? Ага, туугандар, ар бириңиздерге ушундай унаа насип кылсын дейбиз. Себеп дегенде Camry унаасы баары эле жакшы, жумшак унаа дейт. Өзүбүз деле түшүп деле көрүп атабыз мына. Буюрса сон чек-чек турат. Сөз жок. Camry 70. Az buyursa içki salon jagында көрсөтөбүз. Батпай калабызбы дейм. Машалла. Өтүп кеттик. Мына, бягында көрсөттүк эми. Ички салон бягына көрсөтөйүнчү мен. Негизи эла кысылып калыптыр. Ака, кыйналып каласыз түшкөндө. Беморал отура бересиз. Башкача жерге коюлуп калды. Жан кабарың? Болду, мынакей. Ички салон пробеги 49519, мультируль. Буларда мониторду билесиздер, электрический сиденье, биякта блокировка, разблокировка. Анан дагы эң башкысы пробегин көрдүңүздөр. Бизге ошонусу кызык. Көрүңүздөр.
Ушуну издеген биздин көрүүчүлөр көп. Неге? Болду, таксыр, базарыңызды берсин. Биз бияка жылайлы эми Камрилер тартууну баштайбыз. Мына жерде 35-чи кузовунда рестайлинг турат. Чакан чоң-чоң туманниктери менен экен. Баасы 14300 сурап атыптыр. 24 байланыш номерин мынакей көрүп алыңыздар. Шашпай пауза кылып туруп 59 менен 040555 деген эсин номери. Бул негизи европейский болуш керек. Кожаный салондордо көрүп турасыздар. Яг электрический сиденья, блокировка, разблокировка, бул негизи мультируль болобу? Мен чынын айтайын, жакшы билбейм. Android монитор бар экен. Эми ар бир адамда ката кемчилик болот. Мен негизи машиналарды жакшы деле мындай кыйратып биле бербейм. Мен колумдан келишинче албетте сиздерге көрсөтөбүз. Бияктан ушундай задний камера бар. Кайсы баа болот таксыр? Кайсы баа болот? 1 миллион 90. Кайсы баа? Ау, машалла. Мына Камри десе Камри баа болуп атыптыр. 1 миллион 90 миң сомго. Бирок машинага сөз жок. $1 миллион 90 миң. 14.300 экен негизи баасы. Сода кыз атат. Бул рестайлинг болот тугандар. 35. Бияка жылоо берелеми? Ал жерде 53 кузовунда турат. Регион 02. Чыгарылган жылы 2014, 25. Байланыш номери 16500. Баасы деген кечиресиздер. 074 менен 72 79 79 эсин номери. Carfax. Состояние идеальный дейт. 2014. Камри. 53 кузовунда. Бияқта Avalon. Тугандар, бул Avalon'ду айтуудан мурда бир нерсени мен эстеп кеттим. Ар 10 күн сайын көрүп атасыздар, Бишкекке биз баратабыз. Кореядан унаалар келет. Жакында ноокаттан бирөө K5 кара унаа 2017-жылкы K5 K5 Kia K5 унасын алган. Ошонун нээси айтат. Сенин бир эле сөзүң жагат дейт. Ушу Камерлердин арасынан ушундай Avalon'дорду кошуп коебуз деген ошол K5 нээси ноокаттын бир кулуну бар. Ошол акебиз айтат. Ошол сөзүң жагат, Камерлердин арасына Avalon'ду кошуп коебуз деген. Эми кошуп коебуз, бул Avalon гибрид болот тугандар. Повторитель поворотниктер бар. Ички салону кожаный салон, молочный түстө. Avalon. Азыр бунун баасын билебиз. Канча сураттыр? Сиздер менен биргеликте чогуу таанышабыз эми. Таксыр бунун баасы канча? 24. Пробеги канча жүрүп коет? Азыр болуш керек, 200? 200. Бул жерден көрсөтүп коелу, мынакей. Байланыш номерин айтайын, 0772 менен 63 58 56 24 миң деп турат. Пробеги 228 миң. 2016-жылы чыгарылган. 2016. Биякта болсо Camry 70 бул. Бул деле гибрид тугандар. Бул деле гибрид. Бул унан чыгарылган жылы 2019, 25. Баасы 29500. Байланыш номерлерин көрүп турасыздар. 45 миң километр жүрүптүр. Салон жакчабык. Көрөбүз. Үстүндө мындай люк дагы бар.
Buyoqda bo'lsa dagı bir Camry. Бұл деле 70. Ақ түсті. Гибрид туғандар бұл. Гибрид 2018 25 $31.500 сұралып тұр. 110.000 километр жүргенде 52.00 деген несін байланыштың бәрі. Бұның үстінде люк бар. Салон жақ жабық. Круговой обзор қылып көрсетелі. Қолдан көрсінші. Ama Camry satıldı bak abi. Ha? Kaça gitti? 12? $12.000 satıldı. Oşanda milyon kança olup gitti? $12.000 satıldı. Şurada satılıptır ha. Ha bir yakta aytты. Oldu bazarın versin. Жақшылықтарға іштесін дейіз әмі. Еме, сырт жаққа да шығамыз бұйырса. Туғандар сырт жаққа шықпайсың бі деген біздің көрушілер болып қалышы мүмкін. Ол жерде Camry'лерді көрсетуін баштайыз әмі. Есі бар, қанандағы басы жазылған Camry'лерді көрсетуіз. Андықтан бізден алсаңыздар. Ол жерде қара түсті. Тұрады Camry 55 бұл. Бұның бағасы қанша болып кеткен? Бағасы қанша тақсыр? 17.000. Қанша жүріп қойды пробег? Пробеги миль да, 149 миль. Миль дең? Жақсы. Миль дейді. 2016 жылы шығарылған 25. Байланыс номерін айтып қойылы 0774 менен 38 18 18 деген есі номері. Көріңіз. Бұяқта 35-ші кузовында тұрады Camry. Бұның да басын білеміз. Регион 06. 720.000 сом сұралып тұр. 2004 жылы шығарылған 24 0779 менен 24-24-40 деген есі номері. Машина. Мұна. Ондар бұл кешіресіздер 30 болып қалады. Camry 30. Бірақ қазірсақ бұяқта дағы бір нашындай күміш түсті. Бұл Camry 70 болып қалады. Мәге, шығарылған жылы негізі бұяқтан не болған? Жазылған емес пе? Байланыс номері ғана бар екен. Көріп тұрасыздар туғандар. 3 номер бар екен. 25. Üstünde люк бар. Салонжақ жабық. Салонжақ жабық екен. Бұяққа жылайылдағым, бұяқта 45 тұрады, бұяқта қайрада 30 тұрады. 45 тартайын, а? Camry. Бұның бағасы қанша болып кетті екен? Сіздерден емес бі тақсыр? Жылы 2006 дейді. 0505 менен 43 13.98. 0505 менен 43 13 болып қалдық шайды. 13.98. 2006 24. Көріңіздерші. 45 болып қалыш керек бұл, а? 40 ба? 45 болыш керек. Бұяқта 40-ші кузовында тұрады мәге. 2007 жылы шығарылған 24 704 менен 38 18 18 деген есінің байланыс номері. Азыр бұның бағасын білейлші. Тақсыр бұның бағасы қанша? Бағасы? 17. 12. Қанша жүріп қойды пробег? 202 oldu. 202, а?
Бұл 40-қа туған, а? 40. Европейс. Удар болғаны мен полный таза. Полный таза. Машина қақта жүрген? Ошты әлі, а? Қойылма дискалар мен. Көрөбүз. Болды, саудаңызды берсін. Абияқа жылсақ, бұяқта дағы бір Camry 70 тұрат туғандар. Şu 70 тағы ұстайыншы, әністерге. Бұл деген гибрид екен. Гибрид. 22 мың. Болды, өтөбіз, тақсыршы жақа. 2019 жыл шығарылған 2.5 байланыс номерін көріп тұрасыздар, 2 номері бар екен. Қазір біз сіздерге бағасын білейікші. Бағасы қанша болып кеткен. Тақсыр бағасы қанша? 22 мың. 22 мың. Қанша пробег жүріп қойды? Bir көрелікші, а? Қанша? 8846 ғой? 80 мың, а? О. Мил. О. Мил дейді туғандар. Сізде қайсы машина бар, аға? Серво, аздыр бұйырса өтөз. Қайсыл? Навеснаста? Бияқтағы? Болды, азыр өтем, аға? Көрөз. Қанша серво мен аккорд? 10 мың. 6, а? Болды, тақсыр. Болды. Болды, есеп. Мал жерде туғандар 50-ші кузовында Camry тұрады. 2012 жылы шығарылған екен. 0553 менен 0033 37 0990 менен 10-10-15 деген есі номері. Авес сатылды ба? Сатылды ба? 7-ге кетті. 7000 долларға сатылып тұр шул. Жақсы. Көрөз. Туғандар. Бұл жерде дағы бір Camry тұрады. Бұл Camry 35 болып қалсын, 35 екен, рестайлинг. Дөңгелектері өте жақсы. Коробка автомат. Байланыс нөмірлерін көріп алыңыздар. 2004 жылы шығарылған, 2.4 пауза қылып тұрып шашпай көрөз. Бағасы қанша екен, тақсыр? 10,5? 10,5 дейді. Сұқталып тұрем. Көп тыншын албайлы қойылы. Мынау жерде дағы алам қабар деген. 35 тартайлыс, 35 қайырлы. Ақ түсті. Бағасы қанша екен, тақсыр? 850. 850 мың сом сұрап тұр. 850 мың сом дейді. Ол жерлерінде ұрып алған біраз еміштері бар. Қатты ұрған емес, сүріліп өтіп кетіп бір. 2005 жылы шығарылған 2.4 2 байланыс номері бар екен. Шашпай пауза қылып көрсеңіздер болады. Машинаның башқа қылшы үші жоқ бәм? Сырт жағда азман іші бар екен, а? Башқа іші жоқ машинаның. Бары жақшы. Болды, туғандар көрөз. Болды, тақсыр саудаңызды берсін. Біз алдыға қарай жылы өрөбіз. Туғандар шығарылышымызды алдыға қарай ұлантауыз. Бұл жерден 55-ші кузовында Camry. Корейс 2017 жылы шығарылған 0555 менен 69-65 2.5 туғандар. Үстінде люк бар. Бізге сыр бойынша қалай өретемі? Camry 55. Бұяқа жылсақ, бұяқта дағы бір Camry тұрады. Мынау жерде Camry 70-ші кузовында туғандар. Camry 70.
Бул унаанын чыгарылган жылы 2018 гибрид экен, а? Корейс 52 менен 77 деген. 25. Баасы канча таксыр? 33 миң. Үстүндө люк бар. Канча пробеги канча экен? 34 миң, а? Машалла. 34 миң пробег. Ондар. Көрөбүз. Эсин соодасын берсин дейбиз эми. Жакшы. Бияка жасак, биякта дагы бир 55-нчи кузовунда турат. Кап кара түштү. Сыртын полировка кылып койгон окшойт. Повторитель поворотниктер 2016-жылы чыгарылган гибрид 54 менен 06 68 68 деген. Эсин байланыш номери 25. Чекчет, кожаныр чекчет. Биз алдыга карай жылайлы эми. Камерлер каяка кетти эми, камерлер. Могул жерде дагы бир камера турат. Автомат коробка, свежий дейт. Корейс 0552 менен 049905 деген эсин байланыш номери. Üstünde ölük бар. Туғандар, мындай баасын билбейсиңби деген бизден көрүүчүлөр болсо, бизде ошто ушундай баасы жазыла бербейт. Аны көрүп деле же билип деле калдыңыздар окшойт. Могул жерде чекчеген камерлер караңыздарчы. Бунусу 75. Бунусу болсо 70. Кайсысы сиздерге казак бауырлар айтмакчы унады? Кайсысы жакты? 75-тен баштайын. Ол гибрид көрүп турасыздар. Мурдасы буларды каябай башкача. 2022-жылы чыгарылган Корейс көрүп турасыздар. Байланыш номерин көрдүңүздөр 25. Вот, мына ушундай. Салон жак жабык. Үстүндө люк бар. Мультируль. Булар дем уже максимальный да комплектация. Көрүңүздарчы. Камеры. Биякта да камеры, биякта да камеры. Көрөбүз. Дискаларды караңыздарчы. Аябай жакшы. Протекторлары деле өтө жакшы, өтө деле жакшы, өтө деле жаман, көп деле жаман дебейм. Жакшы эле. Гибрид бул болсо гибрид эмес. Бул бензин менен. Бирок мунун дагы мурдасын караңыздарчы. Караныкы негедир башкача экен да, кара свет. Баары бир башкача көрүнөт окшойт. Бул кара камеры, тугандар. Полный комплектация деп турат. 25 0755 менен 66 0009 деген эсин байланыш номери. 2020-жылы чыгарылган экен. Бирок мунун үстү панорама окшойт. Караңыздар, панорама. Мындай болуп сүрүлөт. Салон жак жабык. Көрүңүздарчы. Биз алдыга карай жылайлы. Биякта дагы бир камера 70 турат тугандар. Мына. Коробка автомат 2019-жылы чыгарылган. Свежий дейт, Корейс дейт, 57 менен 02 07 49 деген эсин байланыш номери. Бул деле панорама. Үстү панорама окшойт. Эми көрөбүз. Эгерде кызык болуп жаткан болсо. Биз бияк карап чылайлычы. Камерлерден сырт жакка да чыгайлы. Сырт жактагы камерлер кандай болду экен? Лайктан басып коесуз тугандар, колдоо иретинде. Бул сиздерден бизге аябай чоң колдоо болот. Андыктан
аябай жылайтты. Мынакей. Машинада ушуну айтса болот да. Бул туугандар. Ушунун рестайлинги 75 болот, бул 70 гибрид. 22 миң суралат. 2019 жылы чыгарылган. Салон жагачы экен. Электрический сиденья. Бардыгы иштейт мына. Көрүп турасыздарбы? Келатат. Баары жакшы болсо. Мультируль. Пробеги болсо 80.846. Монитор бар. Подогрев руль, подогрев сиденья. Мынакей көрүп турасыздар эми. Спорт режимде бар экен. Көрүңүздөрчү, Camry 70 бул туугандар, гибрид. Эгерде керек боло турган болсо чалабыз, а так жөн чалмай жок. Мынакей туугандар, бул Camry 55. Bunun basını bileyince bası kanda olup kettik ekan. Bası kança ekan Taqsir? 15 ming. Коробка автомат. 0709 менен байланыштуу менен көрүп турасыздар. 2017. Пробеги канча пробеги? Канча? 133. 133. Машина негизи жакшы абалда экен, туугандар, көрөбүз. Биз бияка жылайлы дагы. Мына жерден мен сиздерге дагы бир камераны көрсөтөйүн. «45 туугандар. 45. Тaqsir баасы канча мун баасы? 2012 кен бар, а? 2013 жылы чыгарылган экен. 25 байланыштуу нөмүрлөрүн көрүп турасыздар. Машина каякта жүргөн? Коробка майдашта жагы жакшы элеби? Өтүп кетели, а? Жаллаватта жүргөн дейт. Көрөлүчү. Bu 45 Taqsir, ha? Hoş. Boldu, soğudanızı versin. Bir kazılsak. Onlar bu жерде 70. kuzluğunda turat. Gibrit ekan. Gibrit. Маалымат кагазын көрдүңүздөр, 2019 жылы чыгарылган. Байланыштын бери көрүп алдыңыздар, пауза кылып туруп гибрид деп айттык. Объем болсо 25, 31 миң AQSh доллар. Үстүндө люк бар. Көрөсүз. Мына жерде бир Camry турат 35 кузовунда туугандар. Ушунун баасын айттыңыз, жака Camry'нын баасын. 12,5. 12,5 дейт. Өзүнүн куюлма дискалары менен. Кылчу иши вообще жок. Только айдайт. Каякта жүргөн машина Taqsir? Шардыла, а? Мынакей салон жагы. Көрүңүздөрчү, кожаный салон. Эшик нар жагы кетип калды, ошого ичине кирген туура келбей калды. Эме окшойт, монитор Android окшойт, а? Полный иштейт дейт. 2005 жылы чыгарылган. Европейс бул деле 58 менен 004643 деген. 2-4 отличное состояние, мынакей. Рестайлинг. Болду, содасын берсин дейсем. Болду ака, содаңызды берсин. Бияка жылып кетели, машиналар уже базар тарап атат акырындан. Машина сатылды. Канчага кетти? Эми. Болду, содаңыздарды берсин. Жакшы. Туугандар, мына шүттеп бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз.
алдыда биз менен бирге болуп туруңуздар. Буюрса сиздерге сонун кызматтарыбызды кылабыз.